Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге ботагөз құрағын үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Бізге керекті заттар: 2 түрлі матовый билюр, қалам, қайша, сызғыш, шыт мата және тігін машинасы. Оң жақта тұрған матовый билюрімізді екіге бөліп 3 бұрыш шығарамыз. Егер де көп тігетін болсаңыздар, мен сияқты картоннан қырқып алсаңыздар болады. Ең алдымен шыт матамыздың 2 бұрышын бір-біріне қосу арқылы дәл ортасын тауып аламыз. Тігін машинкамызға шыт матамызды қойып, 5-5 болатын ақ матовый билюрімізді дәл ортасына қойып, шетін бір тігіп аламыз. 4,5 болатын матовый билюрімізді екіге бөліп алғанбыз. Соның бір үш бұрышын ақ матамыздың жиегіне тігеміз. Дәл осылай үш жағына да кіші үш бұрыштарымызды тігіп шығамыз. Енді ені 3,2 см болатын ақ ұзын лентамызды 4 жағына тігіп шығамыз. Лентамыздың түгін оң қаратуды ұмытпаңыз. Енді үлкен үш бұрышымызды 4 жағына тігіп шығамыз. Айналдыра тігіп шығуды ұмытпаңыз. Артық қалған шыт матамызды кесіп тастаймыз. Достар, менде осындай әдемі ботагөз құрағы шықты. Егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіз. Ол маған мықты мотивация болсын. Мен сіздерді асыға күтемін. Көп рахмет. Сау болыңыздар.